Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз тек қана телефонның көмегімен қалай крутой ютубер болу туралы айтатын боламыз. Көбісі ойлайды, крутой ютубер болу үшін крутой компьютер керек деп. Біреулер ойлайды, көп уақыт керек деп. Шын мәнісінде ютубер болу үшін мынандай телефон керек, мынандай микрофон керек. Бар болғаны осы. Ары қарай ол сіздің фантазияңызға байланысты. Ютуберлердің 3 типі болады. Олардың ең біріншісі жүре беретіндер, жата беретіндер. Әні ютубер болам, міне ютубер болам деп бір ай жүреді, 1 жыл жүреді, 5 жыл жүреді. Сол 5 жыл бұрын, 1 жыл бұрын бастағанда қазір керемет ютубер болатын еді. Және осы видеоны көріп отырып та бастамайтын ютуберлердің қатарында осы жалқаулар бар. Екінші типі жылауықтар. Олар мен күнде видео салам, күнде видео түсірем, бірақ менде просмотр жоқ, подписчик жоқ деп жылай береді. Ал өзінің видеоларын дамытуға, қателерін түзеуге ешқандай атсалыспайды. Ал үшінші типі олар істеп жатқандар. Сол арқылы айына 100 000, 200 000 теңге тауып жатқандар, әйгілі болып жатқандар, өзінің армандарына жетіп жатқандар. Және менің сабақтарымда осы армандарға жету жолдарын көрсететін болам. Және сіздер де айына ойланбастан 100 000, 200 000 теңге табатын боласыздар. Көбісі ойлайды, ютубер болу үшін қымбат камера, көп ақша керек деп. Шын мәнісінде ондай емес. Ешкімнің видеосын ұрламай, өзіңіздің жақсы көретін нәрсеңізді істей отырып, крутой ютубер болу жолдарын, фишкаларды осы видеода айтам. Сондықтан да жіберіп алмаңыздар, айналдырмаңыздар. Керемет ютубер болу үшін біреудің видеосын ұрлау міндетті емес, ойын түсіру міндетті емес. Басқа ешкім жасамаған видеолар түсіріп көріңіздер. Не түсіргіңіз келеді, солардың барлығын түсіре беріп, эксперимент жасап көріңіздер. Қайсын просмотр көп болады, соны ары қарай түсіре беріңіздер. Міне ең бірінші фишкасы, секреті осы. Қарап отырсаңыздар, челлендждерді, пранктарды да бірі ойлап тапқан. Сол секілді сіз де өзіңіздің жаңа бір бағдарламаңызды ойлап табыңыздар, істеп көріңіздер. Ода тұрған еш нәрсе жоқ. Одан кейін бір видео немесе контент дайындау үшін барып қаланы арала, басқа қала түсіріп, әр жерге сандалудың қажет жоқ. Тегін арнайы сайттар бар, солардың видеосын қорықпай пайдалана берсеңіздер болады. Мысалы, мен видеома қарап отырсаңыздар, әртүрлі мынандай видеолар қосып араластырып жатырмын. Келесі видеоларда сол тегін сайттарды сіздерге көрсетіп, қолдану жолдарын айтатын боламын. Сол үшін каналға тіркеліп, жаңалықтарды жіберіп алмаңыз. Кейбіреулерінің монтаж жасайтын компьютері жоқ. Ал біреулері ютубқа салып қойып, мына жерін қысқарту керек екен деген ой туындап қалатын кез болады. Сол сәтте ютубтың өзінің арнайы редакторы бар. Яғни ютубтан видеоңызды өшірмей-ақ қысқарта бере аласыз, астына музыка қоя бере аласыз. Сол үшін бір крутой, қымбат компьютердің қажеті жоқ. Ютубқа жүктеп алып, кейіннен барып қырға берсеңіз болады. Жай ғана телефонның көмегімен керемет ютубер болуға болады. Оның дәлелі менің оқушым Ерхан. Ол жай ғана телефонның көмегімен өзінің видеоларын түсіріп, мыңдаған просмотр, мыңдаған подписчик жинауда. Менің жеке сабақтарымда 1000 просмотрдың көмегімен қалай 10 000 теңге істеуге болатын жолдарын айтам. Жеке сабақтарға қатысу үшін комментарийдағы номерге хабарласыңыздар. Жасыңыз 18-ге толмаса, әрине ата-анаңыз хабарласын. Ал келесі видеоларда монетизациядан ақшаны қалай настройка жасау керек, қайдан настройка жасау керек, қалай алу керек, сол туралы айтатын болам. Және айтып кететін бір ескерту бар. Комментарийға қалың қылып жазу үшін жұлдызша, одан кейін сөз, одан кейін жұлдызшаны бірден қою керек. Арасын ашып жіберсеңіз, қалың болып жазылмайды. Осы видеоның астына тексеріп көріңіздер, және қалың қылып ең керемет тілектеріңізді, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Видеоны аса лайк басыңыздар. Мен сіздерді келесі видеода күтемін.